Сәлем, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай сіздермен? Мен Айна ханым. Бүгінгі өзімнің YouTube каналымда сіздермен жолығып отырғаныма, бүгінгі күннің берекеті мен қайыры сізбен бізге болсын. Бүгін қасиетті жұма күні мен бағана Instagram парақшамда бұл қатыгездік пен мейірім туралы пост салған болатынмын. Сол посттан менің жекеме қаншама адамдардан "Иә, рас айтасыз, тура менің өмірімді айтып жатқан сияқты, сондай сәттер өте көп, рахмет" деген сияқты нәрселер өте көп келді. Бұл расымен де актуальный тема, актуальный тақырып. Бұның әрине, расымен де мына өмір ешқандай оңай емес. Реально бұл өмір қатыгездікке толы. Сіз бұл өмірдің қатыгез, қатал екендігін жалпы қайдан білесіз? Өйткені бізге о баста жаратылғанда айтылып қойған. Біз сынақта жүрген адамдармыз. Сынақ жеңілдікте, махаббатта, мейірімде болмайды ғой. Ол қаталдықпен, қатыгездікпен сізді сынағаны үшін сынақ болады. Сондықтан бұл сынақтың ішінен, бұл қаталдықтың, қатыгездіктің ішінен қай кезде шығасыз? Сіз жалт еткен мейірімді көрген кезде, жалт еткен айдың, күннің жарығындай, күннің жылуындай сәулені көрген кезде, сол сәулелерді өзіңізге әрбір дүниенің мейірімін, махаббатын, сүттің бетінің қаймағын жинап, жан дүниеңізге жинап, өзіңіздің әлеміңізге енгізіп, сол әлемде қорғаған кезде, мына әлем шексіз мейірімді бола бастайды. Сол кезде шексіз мейірімді екен деген түсінік сізге келеді. Сондықтан қатыгездіктің, қаталдықтың сынынан қашпай, сол сәттен, сол сынақтан, сол сабақтан өтіп, өміріңіздің әдемі қырларын, әдемі сырларын, өмірдің шынайы бағасын алыңыз. Гүлдің де тікені бар. Гүлдің әдемі жайқалғанымен, гүлдің де тікені бар. Ол бірақ тікенін көрсетпейді. Әдемі өңін, әдемі иісін, әдемі сұлулығын көрсетеді. Сонысымен өте ғажап, әдемі көрінеді. Ал сіз шынайы кіріп, шынайы ұстаған кезде ол тікені сізге батырады. Сондықтан не өмірде алғыңыз келеді? Алдыңызда келген сынаққа, қатыгездікке, қаталдыққа мойымаңыз, қабылдаңыз. Иә, сіздің шекеңізге тиіп, жамбасыңызға батып, аязда тоңып, сізден өзге жан қалмаған кезде, оны түсінесіз. Өте түсіну қиын. Өте қиын. Сондықтан бұлардың барлығы уақытша деген біледі. Уақыт өтедіні сияқылды, жақсылық пен жаманшылық алмасатыны сияқылды. Әлемде қуантарлық бір жағдай бар. Бұның барлығы уақытша. Егер сіз жақсыларын тезсеңіз, соңында, теңінің сыртында сіз бақытқа, нағыз мәртебеге, сыйға лайықты боласыз. Алланың мейірімін, шапағатын көріп, Алланың соншалықты шексіз мейірімділігін, мейірімін өзіңізге қабылдайсыз. Сондықтан ешқашан ештеңе өтесіз болмайды. Сізде бүгін қиындық болған болса, бұл сіз өту керек сабақ. Сізде бүгін ғажайып болған болса, сіз өтеген, бұның дәмін татқан, сіз соның жемісін көрген адамсыз. Сондықтан ары қарай тағы да танауым тасқа, шекем бір жерге тимесін десеңіз, әрбір сәттің шексіз мейірімділігін, шексіз әдемілігін, шексіз кереметін, ғажабын өзіңіздің жан дүниеңізге, өзіңіздің әлеміңізге жинаңыз да қорғаңыз, қоршаңыз, қуаныңыз, сезініңіз. Тамшыдайдан жиналып, мейірімі түскен, жарқыраған жұлдызға айланғаныңызды өзіңіз байқамай қаласыз. Сондықтан қуаныңыз,
қасіретте, қасиетте бір Аллаға. Оның барлығын бір Алла жаратқан. Жаратқанның жаратқандарын өзіңізге қалай пайдаланасыз, ол сіздің еншіңізде. Сондықтан жүрек тұстарыңыздағы, жұмыр еттеріңіздегі, бір жұдырықтай жұмыр жүрегіңіздегі мейірім деген шексіз құдіретті өшірмеңіздер, өсіріңіздер. Өз әлемдеріңізге тартыңыздар. Өз әлемдеріңізді өздеріңіз жасаңыздар. Өзіңіздің өзгеге ұқсамайтын, ерекше, өзгеше жан екеніңізді есіңізден ешқашан шығармаңыз. Сізге ұқсаған, сізден аумайтын сіздің копияңыз ешқай жерде жоқ. 18.000 ғаламда сіз жалғызсыз. Сондықтан сол дүниенің құнын біліңіз. Сіз мұны өмірге келмей жатып жеңімпаз болдыңыз. Бұл өмірге келгеніңіздің өзі сіз үшін жеңіс. Жеңістен келіп, жеңістің дәмін татып, ары қарайда нығметтерді өзіңіздің бойыңыздан, мейірім шапағатыңыздың арқасында көре аласыз. Сондықтан өмір қаттылықпен қатар тәттілікке толы. Қаттылықты тесіп өтіп, мейірімнің шексіз махаббаттың мекенінде мекендеңіз. Жүзіңізден жылу, жүрегіңізден мейірім, өміріңізден бақыт кетпесін. Таңдарыңыз нұрлы, күндеріңіз шуақты, жұмаларыңыз берекелі болсын.